Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қиямет күні бізге шапағат еткенін қалаймыз. Ибн Маджада келетін хадисті білесіз бе? Сахих хадис. Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сұрақ қояды. Өзіңіз көрмеген үмметіңізді қалай танисыз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған: осы дүниеде дәрет алғандықтан үмметінің жүздері, дене мүшелері жарқырап, сол арқылы үмметін танитынын айтқан. Дәреттері себепті. Осы дүниеде намаз оқу үшін дәрет алсақ, иншаллах, біздің жүзіміз бен қол аяғымыз жарқырайтын болады. Егер қияметте пайғамбарымыз сізді бірден танығанын қаласаңыз, онда дәрет алып, намаз оқитындардан болыңыз. Пайғамбарымызды тек Роббиул әуел айы болғасын, немесе жұма күні болғансын ғана еске алмайық. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жақын болуды, пайғамбарымыз сізді тануын қаласаңыз, онда дәрет алып, намазды әрдайым оқып жүріңіз. Иншаллах.